Баршаларыңызға ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Қалайсыңдар? Бүгін сіздерге сүйінші жаңалық айтамыз. Міндетті түрде біздің арнамызға алғашқы рет кіріп тұрған болсаңыз, қолдау білдіріп жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілімізді бірге дамытайық, атсалысыңыздар. Бүгінгі сүйінші жаңалық. Жаңа жәрдемақы енгізіледі. Министр алдағы өзгерістерді жариялады. Шығарылымды аяғына дейін көріңіздер. Мәжіліс мақұлдаған заң жобасында бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын азаматтарға жаңа жәрдемақы түрін енгізу қарастырылған. Мәжіліс әлеуметтік қорғау заңнамасына енгізілген өзгерістерді бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша азаматтардың кейбір санаттары үшін жаңа жәрдемақы енгізіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шапкенов айтуынша, заң жобасы мүгедек адамдар, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, еңбек ардагерлері және басқа да санаттардағы әлеуметтік қолдау шараларын жетілдіруді көздейді. Сосын мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың бала кәмелетке толғаннан кейін де тұрғын үй кезегінде тұру құқығы сақталады. Қазіргі кезде ондай отбасылар тұрғын үй кезегінде 10 жылға дейін тұрады. Бала 18 жасқа толғанға дейін тұрғын үй берілмесе, мүгедектігі бар азамат кезекке қайта тұруға мәжбүр. Ал жаңа норманың арқасында 20 мыңнан астам отбасы тұрғын үй кезегін сақтай алады. Заң жобасында мүгедек балаларға күтім жасау мерзімі 18 жасқа дейін ұзартылып отыр. Бұдан бөлек, заң жобасы аясында 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу қарастырылған. Бұл шара көрсетілетін оңалту іс-шаралары мен әлеуметтік көмекті, соның ішінде балалар аурусының дәрежесіне қарай жәрдемақы мөлшерін саралауға мүмкіндік береді. Бұл ретте мүгедек балалардың барлық тобы үшін жәрдемақы мөлшері 16,7%-дан 37%-ға дейін ұлғайтылады. Бұл шара 30 мыңнан астам мүгедек балаларға қатысты болады, деп атап өтті министр. Сондай-ақ мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақыны бір мезгілде алу құқығы беріледі. Министрдің сөзіне қарағанда, осының арқасында асыраушысынан айырылған және мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылардың табыс деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта мүгедек балалар ата-анасы ажырасқан кезде бір мезгілде алимент пен мүгедектігі бойынша жәрдемақы ала алады. Алайда бір немесе екі ата-анасы қайтыс болған жағдайда бала мүгедектігі бойынша жәрдемақы немесе асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алады. Осы норма енгізілген жағдайда 2000 бала мүгедектігі бойынша жәрдемақыға қоса асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақыны да ала алады, деді Шапкенов. Айта кеткен жөн, бүгінгіде мүгедектігі бойынша 41.163 және 48.023 теңге, ал асыраушысынан айырылу бойынша 12.063 және 29.500 теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Заң жобасының тағы бір жаңалығы, еңбек жарақатынан мүгедек болып қалған адамдарды мемлекет есебінен оңалту. Ондай шаралар кәсіпорын банкрот болған жағдайда қолға алынады. Осылайша қазірдің өзінде 2000-ға жуық адам оңалту қызметтерімен және техникалық құралдармен қамтамасыз етіледі. Көргендеріңізге рахмет, бауырлар. Біздер жаңалықтарды бақылап жатырмыз. Шұғыл ақпарат шыққан жағдайда міндетті түрде сіздерге жария етеміз. Сүйінші жаңалық көп болсын, бүгінгі жұмыс күндеріңіз сәтті өтсін. Кездескенше аман сау болыңыздар.